былайша айтқанда мен қазіргі таңда өнім осы уақытқа дейін көрген жоқпын. Клеточный деңгей. Иә, мен де естіген жоқпын, қан тазалайды дегеннен кейін. Мен соны естігеннен кейін қолайтын ауруларға дейін тазалайды деген сөз. Түсіндіңіз? Иә, сол онкологияны жеңіп, осы өнімді жеп, онкологияны жеңіп шықты деп мен айтам. Онкологияны жеңіп шығу енді кешіріңіз, оңай дүние емес дедім де. Яғни жаңағы өнімнің бір кереметтілігі 3 этапта сол беткейлік, ортаңғы и 3-ші клеточный деңгейі қанға дейін өтеді. Қанның настолько бір паразиттер болады, ағзадан шықпайтын. Құрттың бірақ паразит кешегі капсула құрып алаттаған қанның ішінде жүре береді. Қашан сіз әлсірек. Иә, содан кейін қант диабетінде жазылғандар бар дейді ғой. Ол жазылмайтын ауру ғой, қант диабеті. Біздің естуіміз бойынша жай адамдарды. Яғни жаңағы А+-тың бір кереметтілігі сол мынау паразитарный дейді ғой, ячейка паразиттердің жұмыртқасының мембранасын разрушать етеді. Соның нәтижесінен личинкаларына дейін прямо ағзадан шығарады. Ол дегеніңіз лям-лям диагноздар бар, который вообще медицинадан шығара алмайсыз оны. Иә. Сондай гликозидтер бар, который мынау витамаринның ішінде солардың барлығын тазартады. Полный противовирусный, противогрибковый, противопаразитарный, противоинфекционный. Самый главный, ең маңызды, жаңа сіздің онкологияңыз айтып атқан. Онкологиялық разрушать етеді. Онколог дәрігерлер бұндай өнімді беруге қорқады. Неге? Өйткені продукция, витаминдер ол қоректендіріп жібереді дейді. Осы кезде өзіміз қорқатындығымыз. Яғни өнімнің өзі, именно бұндай саланың өнімнің өзі екіге бөлініп кетеді сразу. Бірі ыстық өнім, екіншісі суық өнім болып бөлініп кетеді. Ыстық өнім, жердің бетінде өсетін мықты энергиясы, мықты өнімдер, наоборот, онкологиялық клетканы өсіріп жібереді екен. Сол үшін де төбе шаштары тік тұрады мұндай өнімді еститін болса. Бергіз себебі өсіріп жіберуі мүмкін. А екінші продукция, ол холодный, морская продукция. То есть, не үшін Мейерный Хиллс групп деп аталады. Морской теңіз өнімдері суық өнімге жатады. А суық өнім басты құндылығы ең бірінші ол онкологиялық клетканы жоқ қылады. Тазартады. Сол үшін де бұл жерде осы өнімдердің ең көп отзывтары осы онкологиядан болып жатыр. Енді ең бірінші қазіргі таңда белең алып өсіп жатқан ол онкологиялық ауру. Бұрында кезде еститіндігім студент кезде онкологиялық ауру өршіп жатыр, көбейіп жатыр. Үлкен статистика бар дейтіндігім. 20-30 жылдың аралығында дейтіндігім сол кезде. Әрбір 4 адамның біреуі онкологиялық клеткаға душар болады деген. Өте қатер. Бұрындары еститіндігіміз, біздің бір қаламызда бір кісі онкологиялық аурумен ауырып қалыпты деп. Одан кейін біздің көшемізде, одан кейін